Қауын тұқымы. Қауынның түрлері көп. Бәрінен де тұқымнан дәрі істеуге болады. Өсетін орындары барлық жерлерде егіледі. Емдік қасиеті: тәтті дәмді, суық райлы, іркілген қанды таратады, өкпені тазалайды, ішекті дымқылдандырады. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Басты ем болатын аурулар және пайдалануы: бірінші, ауыздан жағымсыз иіс шығуына. Қауын тұқымынан мәлім мөлшерде алып талқандап, таңертең аш қарында ауызды ысады, немесе балмен араластырып, балшық дәрі жасап тіске басса да болады. Екінші, бел аяқ қақсап ауырғанға. 120 грамм қауын тұқымын талқандап, 10 күн араққа шылап, бір ішкенде 10 мл-ден 3 күн аш қарында ішеді. Үшінші, шекке ас тоқтап, тынышсыздануға. 6-15 грамм қауын тұқымын талқандап, қайнаған сумен ішеді. Қауын тұқымы 10 грамм, аю балдырған 30 грамм, жылан қабығы бір дана талқандап, әр ретте 12 граммнан тамақ алдында ішеді. Төртінші, соқыр ішек қабынуға. Басқа қатысты дәрілерді қауын тұқымын қосып ішкізсе, соқыр ішектің қабынуын алдын алады. Видео пайдалы болған болса, онда туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына ие екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.